Асан емсі. Кімде бар? Менде жоқ, жүре беріңдер. Міне. Сендерді әділдік емесін алады. Не шулаватсыңдар, біз неде карта ойнап қаршан қоясыңдар? Айқалама, ені бұл біздің үй емес. Жүр, қанат кішкене отырып демалып алайық, аяқталып кетті. Қанат, кезінде әке шешемді бекер тыңдамаппын. Қазір соған өкініп отырмын. Арман, әке шешең не деп еді? Қайдан білейін, айтып отырмын ғой тыңдамаппын деп. Жөнсе, биыл 30-ға толдың, әлі тұрмысқа шықпадың? Онда бір жігіттің плотына жауып алған екен. Салас па? Салас. Күйеуіме алайын дегеннің қайсы жақсы, Валида ма, Валерянка ма? Диагноз қандай? 500 мыңға шуба ғой. Сабаққа түгелгендер бе? Кім жоқ? Бүгінгі сабақта біз жануарлар туралы өтетін боламыз. Оқушылар ең бастысы жануарларды ешқашан сүймеңдер. Бұл өте қауіпті. Кім мысал келтіреді? Абдрахман тұра қойшы. Менің әпкем мысығын сүйе беретін еді. Сонымен Мысық ауырып қалды. Қан балалар, өткен сабақты бір қайталап жіберейік. Италия картасы неге ұқсайды? Нұрсезім, сен тақтаға шықшы. Италия картасы резинке етікке ұқсайды. Дұрыс, етке ұқсайды. Бірақ неге резинке деп айтты? Себебі Италияның жан-жағын су қоршаған. Кімді ұрғызсам екен? Нұрай, шыға ғой, тақтаға шық. Сен маған екі жыртқышаңды айтып берші. Арыстан мен жолбарыс? Дұрыс. Ал енді маған сен 5 жыртқышаңды айтып бер. Екі арыстан мен 3 жолбарыс? Апай. Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Кез келген адамды өзі істемеген нәрселер үшін жазалауға бола ма? Әлбетте болмайды. Рас па? Рас. Мен онда үй тапсырмасын орындамадым. Сайып білесің бе, ұшақтың ішінде жолаушылар мазасын алып, айқайлай беруге болады. Неге олай дейсің? Өйткені сенің ешкім жарты жолда түсіріп тастап айтты. Аяжан, менің күйеуіміз қашан үйленгенімізді де білмейді. Назым, еркектердің бәрі сондай ұмытшақ болады. Бірақ оның бір жақсы жағы бар да. Көктемде береді, қыста береді, есіңе түсіремін да. Жылына 2 сыйлық аламын.
әке? Жақсы, өзің. Сені бастық шақырып жатыр. Осы әкем қызық адам. Айтатын үйде қайта берсе болады ғой. Досым, жақында үйін деп жатырмын. Оқуың бар, жағдайын түсесін дегендей, әлі ерте емес пе? Күнде кафеден тамақтанудан шаршадым. Жансая, сен неге қайта-қайта Аружан дәптеріне үңілесің? Жазуын тани алмай жатырмын, апай. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сендерге бір сұрақ қояйын. Адамның қайсысы соңында шығады? Апай, мен айтайыншы. Жансая, айта қойш. Жасанды тістер соңынан шығады. Балалар, сендер Шыңғыс хан туралы не білесіңдер? Кім айтса соған 5 қойып беремін. Шыңғыс, тұра қойшы. Шыңғыс ханның ең алғашқы жеңіске жеткен жері қайда? Тарих оқулығының 92-ші бетінде. Оқушылар, тыныштағанбыз. Мен үй жұмысын тексеріп бастаймын, ал сендер берілген мәтінді оқыңдар. Мери, жарайсың, үй жұмысын керемет орындапсың. Ерасыл, тұршы орныңнан. Сен неге үнемі үй жұмысын анаң орындап береді? Апай, себебі әкемнің мүлдем уақыты жоқ.